бес уақыт намаздың әрбір намазын толық оқып болған соң, яғни парызы болсын, сүннеті болсын, барлығын оқып болғаннан кейін мына дұғаларды, мына зікірлерді жасағанымыз дұрыс. Мысалы, бес намазының парызын оқыдық, одан кейін 2 рәкат сүннетін оқыдық. Сол сүннетінен кейін отырып мына зікірлерді жасаймыз. Бірінші, субханаллахи валхамдулиллахи ва ла иляха иллаллах валлаху акбар ва ла хаула ва ла куввата илля биллахил алиyyil азим деген тәсбихті айтамыз. Одан кейін ауыз бисмилла айтып, аятул курсиді оқимыз. Аятул курсиден кейін Ихлас, Фалақ, Нас сүрелерін оқуымызға болады. Осы сүрелерді оқып болған соң 33 рет субханалла, одан кейін 33 рет алхамдулилля, одан кейін 33 рет Аллаху акбар дейміз. Осыларды айтып болған соң ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамду юхйи ва юмит ва хуа хайюн ла ямут биядихил хайр ва хуа ала кулли шайин қадир деген тәсбихті айтамыз. Одан кейін қолымызды жайып, арнайы намаздың батасы бар. Егер оны білмесек, кез келген намазымыз қабыл болсын деген мақсатта Құдайдан тілеген кез келген тілегімізді айтып бата жасаймыз. Бата жасап болған соң, егер қаласақ, мүмкіндігіміз болса, Құран оқып, Құраннан кейін қайтадан қолымызды жайып, осы Құранның сауабын өмірден өтіп кеткен ата-бабаларымызға, туыс-туғандарымызға бағыштауымызға болады екен. Бұл жерде жаңағы тәсбихтарды айтқан кезде, аятул курсиді оқыған кезде барлығын, егер өзіміз жалғыз оқитын болсақ, барлығын өзіміздің ішімізден оқи беруімізге болады. Тек қана Құранды ғана сәл дауыстап оқимыз. Алла тағала құлшылықтарымызды қабыл қылсын.